Каналыма қош келдіңіз. Бүгін барынша өзбек футболгерлерінен ізденіп, өзім де алғаш рет нағыз Ташкент пловын жасамақшымын. Сондықтан рецепті соңына дейін қарап, сізде жасап көріңіз. Дәмі өте ерекше және майлы емес, дәмді шығады екен. Каналымның бұрыннан келе жатқан тұрақты көрермені болсаңыз, бұдан алдын да мен пловтың рецептін салған болатынмын. Ол кезде мен де өзімше бұрыннан жасап жүрген дәмді пловымды өзбек пловы деп ойлайтынмын. Дәл осы рецепттен жасап көрген соң пловты, ол мен үшін өзім туып өскен өңірдің шымкентский плов ретінде қалған сияқты. Ал енді бисмилля, жұмысымызды бастайық. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға бір шай кесе пияла сұйық майымызды құямыз. Палауымыз барынша дәмді болу үшін ертілген құйрық майынан бір ас қасық саламыз. Етімізді ұсақтап турамаймыз. Шамамен өзіңіз араластырғанға ыңғайлы болатындай көлемде, үлкенірек, тезірек тауып алатын көлемде тураймыз. Себебі ұсақтап турайтын болсақ, біз дастарханымызға ұсынған кезде тағамыздың бетін емес, ішінде араласып тұрады. Сондықтан осындай үлкенірек көлемде турап аласыз. 5-10 минут қатты қызып тұрған майымызға етімізді қуырып болған соң, үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Етімізге дәмі жақсы сіңу үшін етті қуырып жатқан кезде қара бұрыш, дәміне қарай тұз және де осындай зіраны ұсақтап салып, етімізді жақсылап қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде біз енді плов жасайтын лазер күрішін бұқтырып қоямыз. Ол үшін лазер күрішін өлшеп аламыз. Біз жаңағы сұйық майды өлшеген шай кесемізбен 4 немесе 3 кесе күрішті өлшеп, жақсылап тазартып, жуып болған соң, көп мөлшерде 2 немесе 3 шай қасық көлемінде тұзды салып, 50-60 градустай ыстық суға бұқтырып қоямыз. Бұқтырып қою себебіміз, күрішіміз қазір тезірек пісу үшін кішкене жартылай ыстық суға бұқтырып қойып жатырмыз. Ал тұзды салу себебіміз, біздің күрішіміз қазір қазанға салған кезде, араластырған кезде езіліп кетпес үшін. Ал енді сәбіздің пловқа 2 түрін қосамыз, яғни сары сәбіз және де ақшыл сары түсті сәбіз. Екеуін де турап аламыз, бірақ қазанға салып қуырар кезде бірінші көзіміз үйреніп қалған сары түсті сәбізімізді қуырамыз. Біраз қуырылып болғаннан кейін ғана ашық түсті сары сәбізімізді қуырамыз және оны көп қуырмаймыз. Ал енді сәбізімізді қуырып болғаннан соң, жаңағы бірінші сұйық майды өлшеген шай кесемізбен 4 кесе күріш салдыңыз. Енді 1 кесе артық су, яғни 5 кесе қайнаған суды құйып, пловқа арналған басқа да дәмдеуіштерін салып қайнататын боламыз. Яғни пловқа арналған мейіз, оны да жақсылап жуып аласыз. Чеснокты осылай бүтіннен саласыз, оны да сыртын аршып, жуып, тазалап аласыз. Және де осындай кішкентай ғана ашты бұрыш, бұны да сыртын жуып, бүтіндей осылай саласыз. Және зіра, және де дәміне қарай тұзыңызды салып, бетін жауып, жақсылап бұқтырып қайнатамыз. Және де көп өзбек пловтар жасап жатқан кезде байқасаңыздар, бетіне осындай арнайы керсен, табақ төңкеріп қояды. Немесе қазанның өзінің крышкасы да бар. Негізі оның өзінің құпиясы бар екен. Бұл барынша кеңістікте айналып, қайтадан түсіп, күріштің, тамақтың пісуіне әсері жақсы екен. Сондықтан осындай қазаныңыздың бетіне көлемі сәйкес келетін табағыңыз болса, соны жапқаныңыз дұрыс. Әр өңір әртүрлі айтар, мен нохат деп айтамын. Дәл осы нохатты жаңағы мейізбен бірге салып жүрсеңіз болады. Менікі пісіп дайын болмағандықтан кейіннен салып тұрмын.
барлық дәмдеуіштерді салып болған соң бетін жауып жарты сағаттай қайнатасыз. Қайнап болғаннан кейін осындай чеснок, қызыл бұрыштарын бөлек алып қойып, жаңағы тазартылған бұқтырылған күрішіңізді салып, жақсылап бұқтырасыз. Бетіндегі суын көрсеңіз, бетінен кішкене қалқып тұру керек. 10 минут суы тартылды ау деген кезіңізде қазаныңызды ашып, күрішіңізді жақсылап бір араластырып, арнайы домалақ көлемге келтіріп, кішкене тесікшелер жасап, бұқтырып қоясыз. Сонымен біздің өзбек пловымыз 20 минуттар көлемінде пісіп дайын болады. Өте дәмді шықты және білмеймін, мен үшін солай болды ма? Қатты майлы емес. Біз әдетте пловты, палауды жеген кезде кішкене майлы тамақ ретінде қабылдаймыз ғой. Мүмкін ноқатты сол үшін салатын шығар деген ойда болдым. Майды өзіне сіңіріп алу үшін дәл осылай жасап көрсеңіздер, пловымыз қатты майлы емес, және ерекше дәмді. Себебі сары сәбіздің өзі сулы, сондай дәм береді екен. Дәмі өте дәмді шықты. Рецептті жіберіп алмас үшін дәл қазір подписация батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта да рецепт салатын боламын. Етті бетіне турап салып, және жаңағы чеснок, қызыл бұрыштармен әсемдеп дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын, назарыңызға рахмет.